Қайырлы күн, доктор Белл. Алдымен уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс айтқымыз келеді. Жалпы бүгінгі біздің тақырып мынау сот жүйесіне жасанды интеллектінің енгізу тақырыбы болып отыр. Осы ретте сізден алғашқы сұрағымыз, жалпы сіздің ойыңызша сот жүйесіне жасанды интеллектіні не мақсатпен енгізіліп жатыр? Және бұл жүйеге не береді? Осы сұрақтан бастасақ. Types of AI Алдымен жасанды интеллект деген ұғымның өзі түрлі технологияларды қамтитын түсіну керек. Қазіргі таңда көбінесе генеративті жасанды интеллект туралы айтылып жүр. Бірақ бұдан бұрыннан қолданып келе жатқан қарапайым жүйелер де бар. Мысалы, көптеген сотта құжаттарды электронды түрде қабылдау және өңдеу жүйелері қолданылады. Бұл технологиялар келіп түскен өтініштерді талдап, оларды белгілі бір стандарттарға автоматты түрде бөле алады. Кейбір елде, мысалы Бразилияда, арнайы жүйелер істерді маңыздылығына қарай іріктейді. Олар конституциялық сипаттағы істерді анықтап, басымдық береді немесе ұқсас құқықтық мәселелерді біріктіріп қарауға көмектеседі. Мұндай жүйелер адаммен шамалас дәлдікпен кейде одан да жылдам жұмыс істейді. Негізі әлем бойынша сот жүйесіне жасанды интеллектін енгізіп жатқан қандай елдерді білесіз? Мысалы, Қытайда кейбір соттарда судьялар шешімнің алғашқы жобасын дайындау үшін үлкен тілдік модельдерді пайдаланады. Бірақ соңғы шешімді бәрібір судья қабылдайды. Ол мәтінді тексеріп, қажет болса түзетулер енгізеді. Сондай-ақ жасанды интеллект сот отырыстарының стенограммасын жасау үшін кеңінен қолданыла бастады. Сөйлеуді тану технологиясының дамуы бұл процесті әлде қайда жылдам әрі арзан етеді. Сіздің ойыңызша жасанды интеллект судьяларға шешім қабылдауға көмектесе ме? Мысалы, ақш-та осындай компас деген жүйені енгізген екен судьяларға. Осы жөнінде сіздің пікіріңізді білсек? Бұл өте күрделі мәселе. Компас сияқты жүйелер сот шешімін толық алмастырмайды, тек көптеген факторлардың бір ретінде қарастырылады. Бірақ мұнда маңызды сұрақ туады. Судьялар жүйенің ұстанымына қаншалықты жиі қарсы шыға алады. Егер жүйенің дәлдігі 90% деп айтылса, адам әр жолы бұл 10% қателік болуы мүмкін деп күмәндана ма, әлде көбіне жүйеге сеніп кетеді ме? Бұл тұста адамның психологиясы, когнитивтік бейімділіктері үлкен рөл атқарады. Себебі біз кейде технология ұсынған нәтижеге адамнан да артық сенім артып қоюымыз мүмкін. Яғни, мұндайда нақты жауап айту қиын. Сол себепті соңғы шешім адамда болуы керек деп санаймын. Негізі сот жүйесіне жасанды интеллектіні енгізуге байланысты қандай тәуекелдер бар? Not clear cut. Бірнеше маңызды тәуекелді атап өтуге болады. Біріншіден, қателік жіберу қаупі. Генеративті жасанды интеллект кейде қолданыста жоқ заңдар мен сот прецеденттерін ойлап табуы мүмкін. Мұндай жағдайлар тәжірибеде болған. Егер мұндай қателік дер кезінде анықталмаса, ол сот шешіміне әсер етуі мүмкін. Екіншіден, қоғамдық сенім мәселесі бар. Сот жүйесі тиімді жұмыс істеу үшін адамдар оған сенуі керек. Ал жасанды интеллект қолдану бұл сенімді әлсіретуі мүмкін. Үшіншіден, ұзақ мерзімді тәуекелдерді ескеру керек. Уақыт өте келе, судьялар мен заңгерлер технологияға тым тәуелді болып өздерінің аналитикалық қабілеттерін әлсіретіп алуы мүмкін. Тағы бір сұрақ туындап отыр. Сот жүйесіне жасанды интеллектін енгізген кезде ол соттарға деген жаңағы сенімнің төмендеуіне әкелмей ме? Сіздің пікіріңізді білсек деп едік. Бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Зерттеулер әртүрлі нәтижелер көрсетеді. Кейбір адамдар жасанды интеллект қолданылған шешімдерді әділетсіз деп қабылдауы мүмкін, ал басқалары керісінше оны объективті әрі бейтарап деп санайды. Бір қызығы, кейбір зерттеулерде адамдар заңгерден гөрі жасанды интеллект берген кеңеске көбірек сенген жағдайларда тіркелген. Сондықтан бұл тақырып әлі де терең зерттелуі қажет. Әлем бойынша жасанды интеллектіні осы сот жүйесіне енгізудің қандай да бір бірыңғай ережелері бар ма? Сіздің маман ретінде пікіріңізді білсек? Қазіргі таңда жаһандық деңгейде ортақ консенсус жоқ. ЮНЕСКО сияқты ұйымдар ұсынымдар әзірлеген, ал Еуропалық одақта арнайы AI акт заңы бар.
Бірақ әр елдің құқықтық жүйесі әртүрлі. Бір жерде жалпы құқық жүйесі, басқа жерде континенталды құқық жүйесі жұмыс істейді. Сондықтан бірыңғай модель жасау қиын, дегенмен жалпы қағидаларды қалыптастыру пайдалы қадам. Соңғы сұрағымыз болсын, алдағы 10-15 жылда сіздіңше жасанды интеллект сот жүйесінде қандай рөл атқарады? Onto, and we'll try not to let go. Менің ойымша ең маңызды қағида сақталуы керек. Соңғы шешімді әрқашан адам қабылдауы тиіс. Сонымен қатар кейбір қарапайым процессуалдық істерде автоматтандыру деңгейі жоғары болуы мүмкін. Адам тек даулы немесе күрделі жағдайларда араласуы ықтимал. Бүгінде сот жүйелері үлкен жүктемемен жұмыс істеп жатыр, ал әділдікке қол жеткізу әлем бойынша әлі де проблема. Сондықтан белгілі бір деңгейде автоматтандыру қажет. Бірақ толық робот судьялар бұл әзірге жақын болашақтың сценарийі емес. Жасанды интеллект сот жүйесіне жаңа мүмкіндіктер ашып отыр. Ол процестерді жеделдету, шығындарды азайту, қолжетімділікті арттыру. Сонымен қатар қателік, сенім және тәуелділік сияқты маңызды тәуекелдер де бар. Доктор Белл, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет айтамыз.